Лос-Анджелес күн батқан соң қаланың шығыс бөлігі ешқашан ұйықтамайды. Мұнда түнгі клубтардың жарығы мен есірткі сатушылардың көлеңкесі араласып кеткен. Осы ауданда бір кездері аты шыққан қылмыскер Майкл Колман өмір сүрген. Ол қазір 32 жаста. Қара шашы қысқа, бетінде кішкентай тыртық, қолында татуировкалар. 5 жыл бұрын ол адам ұрлап тонау жасаған. Түрмеде 3 жыл отырды. Қазір босанып дүкенде жүк тиеуші болып істейді. Бірақ өткені оны әлі қуып жүр. Бір күні кешке жұмыстан қайтып келе жатып, оны қара костюмді 2 адам ұстап алады. Олардың бірі ұзын бойлы, екіншісі томпақ. Ұзыны: Майкл Колман, біз сені іздеп жүр едік. Көлікке отыр дейді. Майкл: сендер кімдер? Мен ешқайда кетпеймін, есерлер, деп ашуланады. Томпағы оның қолын бұрап, бізбен бірге кел дейді. Майклдың еш таңдауы жоқ. Олар оны қала сыртындағы жеке ғимаратқа апарады. Ішінде үлкен үстел, үстелдің ар жағында ақ шашты қарт отыр. Карттың аты Мистер Блэк. Ол былай дейді: Майкл, сен бұрын қылмыс жасадың. Біз сенің өткеніңді білеміз. Бірақ біз саған мүмкіндік береміз. Біздің үйім таза ар-ождан. Біз бұрынғы қылмыскерлерді жинап, оларға өз қателерін түзетуге мүмкіндік береміз. Әр тапсырма сенің бұрынғы істерімен байланысты. Орындасаң ар-ожданың тазарады. Орындамасаң түрмеге қайта түсесің. Келісесің бе? Майкл басын салақтатып: менің таңдауым жоқ, солай ма? дейді. Блэк күлімсіреп: дұрыс айтасың, балам. Бірінші тапсырма. 5 жыл бұрын Майкл бір кәрі адамның үйіне тыныш кіріп, оның жинаған ақшасын ұрлаған. Кәрі адам сол шоктан қайтыс болған. Майкл бұл ісін ешқашан мойындамаған. Мистер Блэк қазір сол кәрі адамның немересі 17 жасар қыз Луиза зиянды сектаға кіріп кеткен. Секта оның ақшасын тартып алып, оны басқа қалаға апаруға дайындалып жатыр. Оны құтқару керек. Бұл сенің бірінші қарызың дейді. Майкл Чикагоның шетіне барады. Сектаның базасы ескі қойма. Ол ішке тыныш кіріп, Луизаны табады. Қыздың қолын байлап, аузын жауып тастаған. Майкл оның қолын босатып: үндеме, мен сені құтқаруға келдім дейді. Секташылар оларды байқап арттарынан қуады. Майкл 2 секташыны жерге жығып, Луизамен бірге терезеден секіреді. Сыртта көлік күтіп тұр. Олар үйдің артқы есігінен шығып, полицияға хабарласады. Луиза жылап: сен кімсің? Неге көмектестің? дейді. Майкл: мен сенің атаңның ақшасын ұрлаған ақымақпын. Ол кісінің өліміне мен кінәлімін. Енді өтегім келеді дейді. Луиза оны алғашында ұра бергісі келеді, бірақ кейін: сен өзгеріп жүрсің ғой. Атам кешірер еді дейді. Майклдың көзіне жас алады. Екінші тапсырма. Майкл бұрын досы Маркуспен бірге бензин базасын тонамақ болып, күзетшіні ұрып тастаған. Күзетші мүгедек болып қалған. Енді сол күзетшінің ұлы Джамар бандаға қосылып, кек алуды жоспарлап жүр. Мистер Блэк: Джамар сол бандамен бірге қаланың әкімін өлтірмек. Оны тоқтату керек. Бұл екінші қарызың дейді. Майкл Лас-Вегасқа барады. Джамардың үйін тауып, онымен сөйлескісі келеді. Джамар оны танып: сен менің әкемді мүгедек қылған есерсің. Қазір сені өлтіремін деп айғайлайды. Майкл: иә, мен ақымақ едім. Бірақ кек алу әкеңді қайтармайды. Сен әкімді өлтірсең, түрмеге түсесің. Сенің анаң жалғыз қалады. Мен қателестім, сен менің қатемді қайталама дейді. Майкл оған күзетшінің ауруханадан жазған хатын көрсетеді. Күзетші онда: ұлым, кек іздеме. Кешірім тап, өйткені мен сені сағындым деп жазыпты. Джамар жылап, бандадан кетуге бел буады. Майкл полицияға банданың жоспарын хабарлайды, әкім аман қалады. Үшінші тапсырма. Майкл бұрын әйелі Сараны тастап кеткен, өйткені қылмысқа араласқан. Сара қазір жалғыз баласын өсіріп ауырады. Оның дәріге ақшасы жоқ. Мистер Блэк Сараны тауып, оған көмектесу керек. Бірақ ол сені көргісі келмейді. Бұл үшінші қарызың дейді. Майкл Сан-Францискоға барады. Сараның пәтерінің алдында тұрып, есікті қағады.
Сара есікті ашқанда оның жүзіне қарап, мен сені көргім келмейді, есер. Кет, дейді. Майкл, мен саған дәріге ақша келдім. Баламызды көруге рұқсат ет, дейді. Сара оны ішке кіргізбейді. Майкл ақшаны почта жәшігіне салып кетеді. Келесі күні ол балабақшаға барып, баласын сыртынан көреді. Дәрігерлер Сараға көмектесіп, оның денсаулығы жақсарады. Бір айдан кейін Сара оған хат жазады. Бан сені сағынады. Егер шынымен өзгерсең, кел. Майкл жылап, бірақ келмейді. Ол өзін әлі кінәлі сезінеді. 4-ші тапсырма. Мистер Блэк Майклды шақырып алып, ең соңғы тапсырма. 5 жыл бұрын сенің салдарыңнан бір адам қайтыс болды. Ол сенің ағаң Джейкоб. Сен оны қылмысқа араластырдың, ол абақтыда жүріп мерт болды. Енді сенің міндетің Джейкобтың ұлы Тайлерді қылмыс әлемінен құтқару. Тайлер қазір есірткі сатып бір бандамен атысып жүр. Ертең түнде ол үлкен айырбасқа барады. Сол жерде оны өлтіруі мүмкін. Бар, құтқар, дейді. Майкл Детройтқа келеді. Тайлерді көшеден тауып, мен сенің ағамын, сенің әкең менің ағам, дейді. Тайлер, мен сені білемін, әкемді бүлдірген есер. Кет осы жерден, деп айқайлайды. Майкл кетпейді, оның артынан ере. Айырбас түнде қаланың солтүстігіндегі құрылыс алаңында болады. Екі банда қарсы тұрады. Майкл Тайлердің қолынан ұстап, егер қазір кетпесең, өлесің, дейді. Тайлер оны итеріп жібереді. Сол кезде бір оқ жаңғырып, Майклдың иығына тиеді. Ол жерге құлап, бірақ тұрып, Тайлер, мен сені сүйемін, сен менің ағамның жалғыз баласысың, мен сені құтқаруға ант еттім, дейді. Тайлер тоқтап, оның қанын көріп үрейленеді. Сен өлесің ғой, дейді. Майкл, өлсем де, сен тірі қал, дейді. Полиция келіп, бандаларды қоршайды. Тайлер Майклды сүйреп құрылыс алаңынан шығарады. Олар жедел жәрдем шақырады. Майкл ауруханада 3 күн жатады. Оның жанына Тайлер келеді. Сен мен үшін өлімге бардың. Неге, дейді. Майкл, мен өткенде қателестім. Ағаңды өлтірттім. Бір ақымақтығымнан. Енді ар-ұжданымды тазартуым керек. Өтеуім керек, дейді. Тайлер жылап, әкем сені кешірер еді. Мен де кешірдім, дейді. Сол күні Майкл өзін еркін сезеді. Мистер Блэк оған қоңырау шалып, сен барлық тапсырманы орындадың. Енді тәуелсізсің. Бірақ есіңде болсын, әр адамның өз таңдауы бар. Сен жақсылықты таңдадың. Өмір сүр, дейді. Майкл ауруханадан шығып қала көшелерімен жүріп келеді. Ол Сараға хат жазады. Мен енді бұрынғы есер емеспін. Мен өзгерттім. Балама айтыңыз, әкесі оны сүйеді. Кешке ол аспанға қарап, ағасы Джейкобты еске алады. Кешір, аға. Енді мен тазамын, дейді. Ол жүріп, жаңа өмірдің табалдырығын аттайды.